Siz Bukhara kalamaydı deysiz. Neni kalamaydı? Sizдің başçılığınızda Геннадий Васильевич birinci хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені КПСС орталық комитетінің саяси бюросы Өйткені тағайындады. сіз қазақстандық емессіз. Ол ұлтшылдық, жершілдік. Жоқ. Олардың талабы біздің республикамызда Қазақстаннан шыққан адам басқарса дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз мұның түбіне міндетті түрде жетеміз. Неге сонша шулысың? Елдің басына неге орысқа келіп қойды? Орыстан жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ көзің ойлашы. Біздерде Украинда, немізде, орыста, үйренеді ма? Бәрінің басында қазақ тұру керек. Қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдап айтырсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда рашидов, бізде неге колмен? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне соңғы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келеді.